Ассалаумалейкум баршаларыңызға. Иман нені талап етеді? Ұлы Аллах тағала бізден иман етуді, ал иман еткеннен соң құлшылық етуімізді талап етеді. Иман мен амал арасындағы байланысты мына аяттар көркем бейнелейді. Раббымыз бізден әмір еткен ғибадаттарын орындап, оған қарсы шықпауымызды талап етеді. Аятта былай деп бұйырылады: өзіңе иман еткен раббыларыңа қарсы шығудан сақтаныңдар. Мумтахина сүресі 11-ші аят. Иман мен амал бір-бірімен өте тығыз байланысты болғандықтан көптеген аяттарда бірге айтылады. Мысалы, Аср сүресінде былай делінген: заманға серт, негізінен адам баласы зиянда, бірақ иман келтіріп, ізгі іс істесеңдер, бір-біріне шындықты үгіттесіп, сабырды үгіттескендер зиянға ұшырамайды. Ақыреттегі қиындықтан құтылу үшін, жаһанам отына жанбай, жәннатқа кіру үшін, әрі жәннатта жоғары дәрежелерге жету үшін құлшылықтарымызды құлшына жасауымыз қажет. Аятта былай деп бұйырылады: әй иман келтіргендер, рұқұқ, сәжде қылып, раббыларыңа ғибадат етіңдер және хайыр жасаңдар, әрине құтыласыңдар. Хаж сүресі 77-ші аят. Құран кәрімде былай делінеді: сөзсіз мүміндер Аллах еске алынса, жүректері тітіркенеді де, оларға Аллахтың аяттары оқылса, сенімдері артып, раббыларына тәуекел етеді. Әнфәл сүресі 2-ші аят. Демек, мүмін кісіде мынандай қасиеттер болуы керек: Аллахтың есімі аталған кезде жүрегі оған деген құрмет пен қорқыныш сезімдерімен тітіркенеді. Аллахтың аяттары оқылған сайын иманы күшейеді. Аллахқа ғана арқа сүйеніп, оған сенеді. Хадис шарифте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: кімде-кімнің бойында мынандай 3 қасиет болса, ол кісі иманның ләззатын татады. Алла тағала оны және оның пайғамбарын саллаллаху алейхи уассаламды барлық нәрседен де артық жақсы көретін, адамдарды тек Аллах үшін жақсы көретін, Аллах тура жол нәсіп еткеннен кейін күпірлікке түсуге, отқа түсуден қорыққаны сияқты қорқатын адам. Имам Бухари. Демек, мүмін Аллахты өте қатты жақсы көреді. Жақсы көретін адамын Аллах үшін жақсы көреді. Күпірлікке, отқа түсуге және отқа түсуден қорыққандай қорқады. Иманның көптеген бөліктері бар. Бұлар иманның қадір қасиетін арттыратын көркем ақлақ, ой, пікірлер мен іс-әрекеттер. Бұларды иманның қажеттілігі ретінде орындаған адам иманның жемісін көрген болып саналады. Хадис шарифте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: иман 70 бөліктен тұрады. Бұлардың ең абзалы Аллахтан басқа тәңір жоқ деу. Ең төмен дәрежесі басқа жолдан адамдарға кедергі болатын нәрселерді алып тастау. Ұят та иманның бір бөлігі. Имам Бухари. YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.